Ыбырай Алтынсарин мен Жәңгір ханның қазақ даласында оқу-ағарту саласында үлесі зор болғанымен, олардың қызмет ету кезеңі мен әдіс-тәсілдері әртүрлі болды. Ыбырай Алтынсарин 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүріп, қазақ халқының арасынан шыққан тұңғыш ағартушылардың бірі болды. Ал Жәңгір хан 19 ғасырдың бірінші жартысында билік еткен, бөкей ордасының ханы ретінде халыққа оқу білім беру ісін алғаш қолға алған реформатор болып табылады. Жәңгір хан мемлекеттік билікті пайдалана отырып білім беру саласын жоғарыдан төменге қарай дамытуға тырысты. 1841 жылы бөкей ордасына тұңғыш рет зайырлы мектеп ашып, Ресейден мұғалімдер алдырды. Сонымен қатар аурухана, дәріхана, мешіт, мұрағат сияқты жаңа мекемелер ашып, халықтың тұрмысында, танымында өзгертуге күш салды. Жалпы ол ғылым мен мәдениетті қолдап, европалық үлгідегі басқару мен білім беру жүйесін өзгертуге тырысты. Ыбырай Алтынсариннің бағыты сәл өзгеше болды, ол тікелей халықпен жұмыс істеді. 1864 жылы Торғайда алғаш қазақ балаларына арналған мектеп ашты. Кейіннен қыздар мектебінде ұйымдастырды. Өз қолымен қазақ балаларына арнап оқулықтар жазды. Соның ішінде қырғыз хрестоматиясы ерекше еңбек. Оның әңгімелері балаларға жақын, тәрбиелік мәні зор, қарапайым әрі түсінікті болды. Ол тек білім ғана емес, рухани, адамгершілік тәрбие беру мақсатын көздеді. Екеуін салыстыра отырып айтар болсақ, Жәңгір хан білім беру жүйесін билік арқылы дамытқан жаңашыл реформатор болса, Ыбырай Алтынсарин ұстаз ретінде халықтың ішінен шыққан, олардың ой-санасына тікелей әсер еткен рухани ағартушы. Жәңгір хан құрылымдық жаңалықтар енгізсе, Ыбырай Алтынсарин ұлттық педагогиканың негізін қалады. Екі тұлғада жалпы қазақ қоғамының көзін ашып, болашаққа бағдар беру жолында орасан зор еңбек сіңірді.